Hi everyone, каналыма қош келдіңіздер. Ағылшын тілінде қарапайым сөйлем құрауды үйренгілерің келіп жүрсе, бүгінгі сабақта сөйлем құраудың оңай жолымен бөлісемін. Осы сабақтың соңында сіздер өздеріңіздің сөйлемдеріңізді сенімді түрде құрай аласыздар. Let's get started. The structure of a simple sentence is қарапайым сөйлемнің құрылымы subject plus verb plus object. Subject субъект, яғни әрекетті кім немесе не істеп жатыр. Мысалы, I, we, you, they, he, she, it. Subjecттан кейін етістік verb, іс әрекетті білдіретін сөз тұрады. Мысалы, eat, play, run, read, swim, sleep. Олардың барлығы іс-қимылды білдіретін сөз. Object, объект, іс әрекетті қабылдайтын зат, толықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, book, apple, ball және тағы да басқа. Сөйлем құрап көрейік. I eat apples. Мұнда subject I, verb eat, object apples. Міне, сөйлемдерде қолдануға болатын кейбір жалпы етістіктер. Eat, жеу. Мысалы, I eat rice. Мен күріш жеймін. Play, ойнау. We play basketball. Біз баскетбол ойнаймыз. Like, ұнату, жақсы көру. Мысалы, she likes chocolate. Ол шоколадты жақсы көреді. Read, оқу. They read books. Олар кітап оқиды. Go, бару. He goes to the market. Ол базарға барады. Сөйлемдерді ұзартуға да болады. Ол үшін where, when, немесе how сұраулы сөздеріне жауап беретін сөздерді қосамыз. Where, қайда деп аударылады. At home, үйде. I eat rice at home. Мен күрішті үйде жеймін. Яғни қайда деген сұраққа жауап беретін сөзді қостық. At home. When, қашан. In the morning, таңертең. She plays tennis in the morning. Ол таңертең теннис ойнайды. Яғни, қашан деген сұраққа жауап беретін сөзді қостық. In the morning. How, қалай. Quickly, тез, жылдам. We read books quickly. Біз кітапты жылдам оқимыз. Яғни, қалай деген сұраққа жауап беретін сөзді қостық. Quickly, жылдам. Міне, осылай сөйлемді ұзарта береміз. Мысалы, I eat apples. I eat apples at home. Ал енді практика жасап көрейік. Мысалы, ол су ішеді. Subject, he, verb, drinks, object, water. Осы сөздерден сөйлем құрап көріңіздер. Дұрыс. He drinks water. Ал сіздер өздеріңіздің сөйлемдеріңізді комментарийге жазыңыздар. Видеоны паузаға қойып жазайық. Бірінші subject, сосын verb, сосын objectке мысал жазасыздар. Ал мына қателерді жасамайық. Бірінші қате subjectті ұмытып кету. Мысалы, eat apples емес, I eat apples дұрыс болады. Екінші қате етістікті дұрыс қолданбау. He play football емес, he plays football дұрыс. Себебі үшінші жақта he, she, it есімдіктерінің етістіктеріне еш жалғанады. Мысалы, reads, swims, runs. Үшінші қате орындарын ауыстыру. Apples I eat емес,
I eat apples деген дұрыс болады. Біз қазақ тілінде орындарын ауыстыра аламыз, ал ағылшын тілінде ол қате саналады. Міндетті түрде орын тәртібі сақталу керек. Great job, everyone! Енді сіздер ағылшын тілінде қарапайым сөйлемді құрап білесіздер. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. See you in the next lesson. Bye-bye!